Баршаңызға ассалаумалейкум. Есімім Айжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нан пісіретін пеште мантыға арналған, әбден қаныққан және дәмді қамыр илеп көрсетемін. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 200 грамм су, 1 жұмыртқа, 1 кішкентай қасық тұз қажет. Бұл нан пісіретін пештің қамыр илейтін функциясы бар. Ең алдымен ішінен ыдысын алып шығамыз. Кезекпен керек заттарын саламыз. Ең бірінші ұн, келесі су, жұмыртқа және 1 қасық тұзымызды саламыз. Бұл қамыр илейтін функциясында тек қана мантының емес, сонымен қатар пельмен, вареники және пиццаның тестасын илеп шығаруға болады. Пайдаланғанға өте ыңғайлы және жеңіл. Қақпағын жаптық тестаместің. Меню батырмасына барып, қамыр илейтін функциясына апарамыз. 19-шы функция қамыр илейді. 20 минуттың ішінде әбден қаныққан дәмді қамыр илеп шығарады. Тестамыз дайын болды. Ыдысынан алып шығып, осыдан кейін қамырды жайып пайдалана берсеңіздер болады. Егер сіздерге бүгінгі менің видеом ұнаса, каналыма подписка жасап, лайк басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айжан.